Сәлеметсіздер ме балалар? Сабақтың тақырыбы «Мен ертегі білемін». Тема урока «Я знаю сказку». Бірінші тапсырма. Тыңда, қайтала, сұраққа жауап бер. Первое задание. Послушай, повтори, ответь на вопрос. Балалар, мен ертегі білемін. Дети, я знаю сказку. Бұл қандай ертегі? Это какая сказка? Екінші тапсырма. Сұраққа жауап бер. Второе задание. Ответь на вопрос. Сен ертегі білесің бе? Ты знаешь сказку? И я білемін. Да, знаю. Жоқ, білмеймін. Нет, не знаю. Үшінші тапсырма. Тыңда, қайтала, үлгі бойынша айт. Третье задание. Послушай, повтори, поговори по образцу. Мысық сиырға барады. Сиыр, маған сүт берші дейді мысық. Сен маған жапырақ бер. Сонда мен саған сүт беремін дейді сиыр. Төртінші тапсырма. Тыңда, қайтала, сурет бойынша айт. Мысық тауыққа дән береді. Тауық оған жұмыртқа береді. Мысық дүкеншіге жұмыртқа береді. Дүкенші оған сағыз береді. Мысық қыздарға сағыз береді. Қыздар оған су береді. Мысық ағашқа су береді. Ағаш оған жапырақ береді. Мысық сиырға жапырақ береді. Сиыр оған сүт береді. Олар дос болады. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар балалар.